Сәлем YouTube каналға қош келдіңіз. Тіркелуді ұмытпаңыз. Адамдарды 4 топқа бөліп қарастырайық. Бірінші топтың адамы Америкаға келуге деген арман мақсаты бар, жоспары бар, бірнеше рет визаға берді, өкінішке орай виза шықпады. Екінші топтың адамы Америкаға келуге арман мақсаты бар, бірақ ешқандай әрекет жасамады. Үшінші топтың адамы Америкаға, Европаға, шетелге ақшасы өте көп адамдар барады, яғни қаражаты көп адамдар барады, өте ақылды адамдар, немесе бір ерекше туылған адамдар барады. Мен о жаққа баруға болмайды, мен бара алмаймын деп өзінің миына құйып точкасын қойған адам. Төртінші типтің адамы өз елім, өз туған жерім, өзіме рахат, басқа елді айтпа дейді. Егер де сіз бірінші, екінші, үшінші типтің адамы болсаңыз, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Және де тіркелуді ұмытпаңыз. Себебі алдағы уақытта, яғни 10 айдың бірінен 11 айдың басы аралығында жылына бір рет ойнатылатын лотерея грин карта ойнатылып бастайды. Лотерея грин карта дегеніміз не? Ол Америкаға заңды түрде қысқа уақытта отбасыңызбен, 18-ге толмаған балаларыңызбен бірге, және де азғантай қаражатпен Америкаға заңды түрде келіп, заңды түрде жұмыс істеуге, заңды түрде тұрақты тұрғыны болуға мүмкіндік беретін құжат. Себебі Америка осыдан 1940 жылдан бастап ол лотерея грин картасын бере бастады. Бірақ та нағыз заңды түрде, официальный түрде 1995 жылдан бастап лотерея грин карта жылына бір рет ойнатылып басталды. Себебі Америка өзі бүкіл жан-жақтан келген мигранттардан құрылған мемлекет. Басқа жақтан, басқа әлемнің түпкір-түпкірінен келген адамдар өздерінің мақсатына, өздерінің арманына жету үшін талпынып, жұмыс істеп, сол арман мақсаттарын орындады. Соның нәтижесінде олар Америкаға салығын төлейді. Сол салықтың нәтижесінде Американың экономикасы жоғары дәрежеге көтерілді. Сөйтіп, Америка әлемнің бірінші дамыған мемлекеті, әлемді қолына ұстады, әлемді өзіне қаратты. Сол себепті бұл лотерея грин карта программасы ешқашан тоқтамайды. Америка біледі, мигранттар қашанда керек екенін, ол мигранттар келгені Америкаға өте көп пайдалы. Олар сырттан көптеген күш, жұмыс күші келеді, көптеген ақылды, миы бар, өзінің алға қойғанына жететін адамдар келеді дегенге сенеді, ол дәлелденген. Соның нәтижесінде Америка қазір күннен күнге дамып жатыр. Сондықтан бұл программаға сіз де қатыса аласыз. Бұл лотерея грин картасына өтініш толтыру үшін қандай требования керек? Требования. Қазақша не? Қазақша қайтып айтамыз. Ұмытып қалдым. Требование. Кім біледі? Комментарийға жазыңыз. Маған требование деген сөзді үйретіңіз қазақша. Өтініш анкетаны толтыру үшін қандай құжаттар керек? Бірінші, сіз аты жөніңіз латынша жазылған болу керек. Бұрынғы жылдары, яғни былтырға дейін қолыңызда өзіңіздің шетелге шығатын паспортыңыз болу керек еді. Бірақ былтырдан бастап ол заңнаманы алып тастады. Яғни паспортыңыз жоқ болса да өтініш толтыруға болады. Ең бастысы сіз өзіңіздің аты жөніңізді латынша толығымен дұрыс жазып біліңіз. Ол үшін сіз жеке куәлігіңізді аласыз. Сол жерде егер латынша жазылған болса, керемет. Жазылмаған болса, кириллше өз атыңызды Google-ге тересіз. Сол кезде Google сізге аты жөніңіз қалай латынша жазылатынын көрсетеді. Анкета толтырғанда тура солай толтырасыз. Себебі бір әрібінде қате кететін болса, сіз лотерея грин картаны ұтып алатын болсаңыз, әрібінен қате кеткен жағдайда сізге виза берілмеу әбден мүмкін. Сондықтан қате жібермеуге тырысыңыз. Екінші, анкета толтыру үшін сізге кеуде сурет керек. Яғни
500-500 мегапиксель. Ол кез келген фотосалон жасап береді. Фотосалонға барып, мен Американың визасына тапсырамын, маған сол көлемдегі фотоны дайындап беріңіз десеңіз, кез келген фотосалон сізге жасап береді, яғни принтермен шығарып береді, және оны почтаңызға сақтап алыңыз. Анкета толтырған кезде сіздің суретіңіз онлайн түрде қажет болады. Келесі, анкета толтыру үшін сіздің ең кем дегенде орташа біліміңіз, яғни мектеп бітірген аттестатыңыз болу керек, немесе 2 жылы тұрақты жұмыс істеген жұмыстық тәжірибеңіз болса жеткілікті. Сонымен қатар анкета толтырған кезде өзіңіздің отбасыңызды толығымен көрсетесіз. Егер бұрын отбасылы болған болсаңыз, ол отбасыңызда қанша бала болды, кімдер болды, соны да толығымен көрсетуіңізге тиістісіз. Сонымен қатар сіз өзіңіздің атыңыздан бір толтырасыз, әйеліңіздің атынан бір толтырасыз. Сол кезде сіз грин-карта ұтуға 2 есе мүмкіндігіңіз артады. Және де толтырған кезде бүкіл балаларыңызды толығымен көрсетіңіз. Егер ұтқан жағдайда сіз 18-ге толмаған барлық балаңызды өзіңізбен бірге Америкаға алып келуге мүмкіндік болады. Және де сіз ұтқан жағдайда қысқа уақыттың ішінде визаға интервьюға кіріп, визаңызды алып Америкаға келесіз. Америкаға келіп, 1 айдың ішінде сіз Америкада жұмыс істеуге болатын документтеріңізді, құжаттарыңыздың барлығын алып, кейін қажет болса сіз ағылшын тілін курсын жеңілдікпен оқып, кейін өзіңіздің мамандығыңыз бойынша Америкада жұмыс істей беруіңізге әбден болады. Басқа адамдар Мексикамен виза неше жыл күтіп, қаншама жылдар кезекпен кіріп, әйтеу бір жетіп жатады. Ал бұл лотерея ұтқан адам өте везучий, тағы да қазақша жоқ. Везучий, сәтті адам деп есептейміз. Себебі лотерея грин-картасын ұту үшін сіз ешқандай пәрі деген жоқ, оған ешкім сырттан ықпал ете алмайды. Грин-картаны ұтатын адам бол жасы, жынысы, білімі, азаматтығы ешқандай зат әсер етпейді. Оны арнайы өзінің программа автоматты түрде компьютер таңдайды. Сол себепті ең бастысы анкетаңызды дұрысымен, толығымен толтыру. Егер де қандай бір жағдаймен анкета толтыруға қиындық туатын болса, немесе толтыру мүмкіндігіңіз болмаса, комментарийға жазып қалдырыңыз, біз сіздің анкетаңызды толтыруға көмек береміз. Осы видеоны сіздің досыңызға, туысқаныңызға, коллегаңыз, бауырыңыз, сіңіліңіз, қарындасыңыз, кім бар барлығына таратыңыз. Себебі ол адамның Америкаға келуіне себепші болып, ол адам өзінің арман мақсатына жетіп, жоғарғы дәрежедегі оқу орындарынан оқып, өзінің білім саласын немесе өзінің өмір сүру салтын әлде қайда жоғары деңгейге көтерсін. Себепкер сіз бен біз боламыз. Сондықтан осы видеоны максималды түрде репост жасаңыз. Сәттілік, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сіз грин-карта ұтуға лайықтысыз. Алла қолдап, грин-карта сізге бұйырсын.